Әбдуәли Қайдар, қазақ қандай халық? Ел аузында қазақ ақ көңіл, аңғал халық деседі. Бұлар қазақтың табиғатында бар қасиеттер. Ақ көңілдік пен аңғалдық бір-біріне ұқсас, астарлы қасиеттер. Қазақ Абай тербеткен алтын бесік. Бұл сөздің мәні, жалпы қазақ халқы Абайдың кішкентайынан анасындай сыйлап, құрметтеп, үлгі тұтқан. Абай ержете келе елінің үмітін ақтап, елі жері үшін ыстыққа да суыққа да төзген. Өлі риза болмай тірі байымас демекші, біз ата-бабаларымызды қадірлеген халықпыз. Яғни осы күндегі біздің елімізді қорғаған батырларымыз, хандарымыз және ақын жазушыларымыз, жалпы даналарымыз үшін арнап асымыз және де олардың әруақтарына бас июіміз оған дәлел. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер. Өзін ғана білген ол құлақпенен жағын жер демекші. Біз ата-бабаларымызды білмесек, қандай халық екенімізді білмес едік. Ойымды қорытындылай келе, бұл кітап Қазақстан Республикасы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми кеңестігінің мақұлдауымен баспаға шыққан ғылыми кітап. Мен осы кітапты жалпы қазақ қандай халық деген сауалға жауап іздеп жүрген оқырманға оқуға кеңес беремін.